Manas manas boluttur, manas ata boluttur, manastın adı çok kimdi, Manas adı kimdi. Turganın var, orçulu oygu deyişik, oydoğusun ki aytat, atanın körü dünya, bunday taştaylı, aytar sözden şaşpaylı. Ey toğdoy bolğan kanikey, tay toruday budandı, köpölüp turgan kökülün, kökçüek menen tüydemi, kulpunga sıyrak kuyruğun, kuşay menen tüydemi, eki kulaş çöpçül var, uzunun tanda tak demi, içken jolum tötölöp, bu karadağı segiz kandın aldına, tay torusun jetelep, ödö tömün karabay, ölümden sanabay, çimekçi boldu çızıktı, atına bir öktünsa, körök boldu kızıktı. Азыр буйруса жакшы иштер болуп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү Манас Чыңгыз Айтматов академиясы ачылды. Мен ошол балдар чыгармачылык борборунда Алай районунда иштеймин. Бир 7-8 жыл болуп калды. Ошонун ичинде бир дастанчы, манасчы балдарды үйрөтүп, аракет кылып, башын бириктирип, ошо Алай районунда аракет кылып жүрдүк. Мына 1 жыл, 2 жылга кетип атат. 3 жыл десем да болот. Ошто Ош областы Жалал Абад Баткен боюнча бизде манасчылардын саны аз өлчөмдө экен. Анан аксакал манасчыларыбыз ушу кеңешин берип, ушу манасчылардын башын бириктирип, улууларга кызмат кылып, бизде ошол эфир жагынан башыбызды бириктирип, кичүүлөрдү өстүр деп мага тапшырма беришкен. Азыр ошо улуу мурас деп ошол фонд түзүп, мына салтуу түрдө жылда конкурс өткөрө турган болгонбуз. Былтыр конкурстан бир 5 баланы таласка апарып, таластагы Манас Ордо, таластагы керемет болгон Манас атанын күмбөзү, кароол чокуларды көргөзүп, тааныштырып, балдардын көкүрөгүн өстүрүп, баягы Манас эпосубузга болгон кызыгуусун арттырууга аракет кылып жатабыз. Быйыл болсо өткөрдүк, мына жаңы жылдын алдында. Быйыл ошол кызыктыруу болсун деп 60ка чукул, 60тан ашты десек да болот. Балдар катышты. Ошодон 11 бала тандалды. 10 бала деди эле, 1 бала дагы ошол шартына байланыштуу суранды. Мен ушул жакшы аракет кыламын деп 11 бала Ысык көлгө буйруса барат. Ысык көлдөгү Урухордо, Ысык көлдүн эс алуу жайларын керемет. Ысык көлдөн манасчылар, залкар манасчылар көп чыккан. Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, бир топ манасчыларыбыз Ысык көлдөн чыккан. Ошол жерлерге барып, Ысык көлгө саякат, жаш манасчылардын саякатын буйруса мына күн жылып, жаз болсо манасчы, жаш манасчы балдарыбызды апарып келебиз деген тилектебиз. Bejindeki çavuş. Hey, dünya tolup kılkıldap, yer soyulup bılkıldap, algıma katlar alkıldap, altının dilisi carkıldap, ayday sarı tallada, altın geç çavuştu. Ar biri vermeyin almıştı, 7. günü bolğanda düştün giyin oğunda. Boyu tireşken kalın ol, bir-birin görmey kalıştı. Ürgünün türrü kalgandar, örtartı özü cavıştı. Kangaydı neçe kan boldu, karasan başımdan boldu. Hey, az küncürüm sembetey, aytılı talas yerine. Ekedesin bu kadar, küçülüp gelgen eline. Keng talastı körgöndü, kanikey sordu, kebay kaldı, Aman jetim ucayda, armanı yok udayga. Keldi kuday düşüp dura keldi de, kanikey göçüp düşürdüm. Kaynarga kalın göç gelip, toktağını görgündü. Mallı tutu çayına, ottağını görgündü. Ötken odu tamganday, öksü dolup kalganday. Kaldım arı camırap, yürüp geldi tamırap. Ayılan adam kaldırmaya yetişip gitti yer bakay. Kına kına kınadım,
mezgili gelipti. Hoşçol geldi Manas 7 yaşı doluptur. Bunu koyulanatı çok nindi çim Manas'ın yeminli. Kırk baladı kırk uylar düğün bana şahtı balıktır. Çoğunaldaydı talağa çol doyup salıdır. Karrakıday mancıdan 80 bala vardır. Ses gördürdüm kırkına 80'leşip kalıptır. Ben Manas'ta 6 yaşımdan başlayla aytып келдім. Быйыл 6 жыл болот экен. Мен өткөндө Ош облусунан 3-чү орунду алып келдим. Былтыры Таласка да барып айтышып жашып келдим. Мен Манасты айтканда мындай өзгөчө көзгө чагылдырып, Тайтордун айтканда Тайтордун чапканы аттарды эстеп, мындай бир башкача образ болот, мындай сезимдер болот. Манаска мен кичинемден эле окуп жаттап, Манаска кызыгып, ушу Манас айтып келем. Кичинемде акамдар Манас жаттап жүргөндөн мен ушуларды көрүп, мен да жаттайынчы деп жаттап, кичинемде жаттап, мектептерде да айтып келем. Мен ушул бала кезимден баштаганмын, 1-2 окугандан баштап мына райондук деңгээлде өтүлгөн, ошол учурда да Сармелден болуп калчу эле. Жана ошол жаштардын конкурстары боло баштаган. Мээрим фонду деп жаш таланттарды чакырат Ысык-Көлгө деп, ошол Мээрим фонду боюнча барып Ысык-Көлдө республикалык балдардын Манас айтуу конкурсунда 2 жыл катар 2-чи орунга жеткенмин. Ошол кездеги манасчы балдар азыр ошо чоң манасчы болуп калышты. Дөөлөт Сыдыков, Мамадалиев, Камил деген азыркы белгилүү манасчыларыбыз ошол Ысык-Көлдөгү барып конкурска катышкан балдар. Биз эми борбордон алысыраак болгондуктан бир топ элге жакшы таанылбай калдык десек болот. Бирок мен эмне менен таанылгым келет. Чымчык чырпыктын башында туруп, чырпык сынса эмнеге ишенет дейт. Чырпык сынса канатына ишенет. Анын сыңарындай биз ишенебиз, буйруса артыбызда калган шакирттерибизге, өстүргөн балдарыбызга, артыбызда муунга ишенебиз демекпиз. Анан эмне көрктүү дегенде балалуу аял, мөмөлүү дарак, шакирттүү устат көрктүү делген экен. Анын сыңарындай ушул балдардын эми 1000ден 1 деп коет, болбосо 100дөн 1 дейт. Бардыгын эле манасчы кылып таптап чыгаруу кыйын, бирок ошолордун арасынан табылып калат деген үмүттөбүз. Себеби манасчыларга деле каймакка бал сыйпап берген жери жок. Түмөндөгөн түйшүгү бар, күн түндө уйку качат. Анан Алла Тааланын берген аяндары болот, ошол айтпаса ооруп калган учурлар болот. Манасчылардын көп учурдагы мына 3 күн, 3 түн, 7 күн, 7 түн айтып жаткан жерлерде кимдин канчалык деңгээлде манасчы экени билинип да калат. Анан эми манасчы бөлөк, акын бөлөк, ырчы бөлөк деп жүрөт. Жалпысынан Ырамандын ырчуулу бул баякы айкөлдөрдүн доорунда кошо жүрүп, жасалган иштердин баарын ыр түрүндө айтып, жайсаң ырчы деп аталып келген. 20-чы кылымдан баштап Манас айтат экен деп манасчы деген термин чыккан. Буга төкмөлүк, жамакчылык, жер суунун аттарын билүү, санжыра бүт камтылган. Манасты терең окуп билген адам, Орозбаковдун саякпайын 70ден ашык вариант бар Манас боюнча. Ошол толук билген адам бул Кыргызстан эмес, Ауганстан, Тажикстандагы Канкейнен Тайторду чапкан жерлер. Бүт сүрөттөп, картаны билгендей, бая Кокотайдын ашында 100 канча түркүн эл келгенин, ошол канчалаган боз үй тигилип, канчалаган мал союлгандарын бүт эсептегендей айтылган. Орозбаков, улуу манасчылар, канча манасчылар, математик, географик, көп өнөрдүн ээси болгон. Манас айтуу үчүн биринчи адамдын ден соолугу керек, үн керемети керек, актёрчулук чебер керек, акылга сактоо керек, көп түмөн түйшүк эмгек, түмөн түйшүк өнөр
тартууланат. Күн жүріп себетей, айтылу таңыз керіңе, келесің бұл қардан күтіріп келген еліңе, кең талатты көргенді, қанкей көрді кеп айтқанда деп айтты, кең біле талаттар беле, келенді ойым бар беле, амман жеттім бұл жайда, арманы жоқ Құдайға, оңдады Құдай ішімді, келдірді Құдай түшім тұра болды деп, қанкей көшіп түшірді, қайнарға қалың көш келіп, тоқтағанын көргенді, малы дұрып жайылып, оттағанын көргенді, өшкен оты тамғанда, өксігі толып алғандай, қалдың бары дабырап, жүріп қалды жабырап, айынан адам қалтырбай, еркітіп кетті ербаққа, манасын туған тұнжуру, шиырда аман барсын бұ, чүңгөрігі зар болған, қанкей аман барсын бұ. Табақта жемден арпаған, көрінгендің қайтпаған, көлікті жемден арпаған, қазды көлдің ұшырбас, қанатын жайып шұңқырбас, құлы көлдің ұшырбас, құйрығын жайып шұңқырбас, шұңқардың ізде баратап, жанды бұлдай жаратап, белге чыға бергенде, бірінден жайын сұрава, қаражақ бұлдырсын қармағаны кемеріп, ошо қайсыңды бұрылды қарс-қарс ұрып жіберіп, бұрылған қамшы тигенде, бұлтатынға бұрылар, бұлтын сүйреп басалай, бұлтатындан өткенді, бұлтандығын білгісіп, бұлтын жерге тигізіп, басқанына мал жетпей, желгеніне жел жетпей, өр таянып бергенде, өкінгілік бұлдандың қай жүріші білінбей, құландай құлақ жапырар, құйындай жерде сапырар, атыр күзір жер керсең, арчақ топын чаңалып, дүние көчіп саналып, үстіндегі гүл чорыңы күнгілік бұлданды, ошол мұштығы деп таңғалып, таманы жерде тарсылдап қарағылы тоздық, көмекөйді қарсылдап, ұштығы десе құш емес, ырғытты десе таш емес, тайда еттің бөлініп, тайғандай олып көрініп, қойды еттің бөлініп, қойындай олып көрініп, алағачып нармыдан, аққияның ойынан ойып беріп келіп тоқтады. Ошо чоңғыр көштің бойынаңа, қараса көзгің илінбейді, тұмандаған чырағы, қайсы екені білінбейді, аңтан қалып тұрғанда, атақ үрген су екен, үсті көріп бұ екен, аңтарылып төгіліп, төмен жағын қарасаң, төрт айнадай көрініп, төр көч болып күркіріп, төресінген чороның азат бойы дүркіріп, бұл жаңа олы құлайлап, батырсынған гүл жоро, жақасын қырмап құдайлап, атаңның көрі дүние, ағылып тұрған чоңыргөн, чыбыр салсаң бойлы қой, чыбырын түлкі жойлы қой, арқа өзге гүл жоро, өтөмінде бойлы қой, арқа салсаң бойлы қой, атырын түлкі жойлы. Қырғыз қыпчақ елімден қырылған үшін албасам, қыршылдашып қалмаққа қызыл қырғын салбасам, Құрманбек атым аттанған, құрысын менің даңазам, қамыналы жігіттер қара таңдай қалмаққа, өрт жалындай күчменен өткен күнге мен қапа, өксіген елдің айынан өткен күнге мен қапа, туған елдің убалы мені қанти ұқтатат, мұнда ішке ойлонсоң қандай батырдың жатат, енеден жалғыз туылып, ерезеге мен жеттім, жалынды өрдің белгісі, жалтанбай тосот жоп еттің, қасташқан дұшман көбекен, қалқалайлық әлчетін, тұйғындарын жүрігі, дұшмандың қозын қаратпай, ту көтеріп чығалы, дүние мүлкін таратпай, убалын ойлап илгерки, ұйқыдан безем таң атпай, айланайын қырт жігіт,
аттанып чыксак жол болсун, алдымдан жолун чаларгаң эй, 40 жигиттин жолдошуң эй. Мындай ишти ойлонсоң эй, кандай батыр тыныч жата